Алакөл, Балқаш Алакөл Қазаншұңқырының шығысында, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары шекарасының қиылысында және Балқаш Алакөл жағасында орналасқан ағынсыз тұзды көл. 12-19 ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған. Түргенұр моңғол тілінен аударғанда көпір көл. Алақта көл, Ала теңіз, Алақта деген атаулары да болған. Көлге 15 өзен құяды. Олардың ішіндегі негізгілері Үржар, Қатынсу, Емелқұйса, Ырғайты, Жаманды көл, Тасты. Алакөл өте келбетті, табиғи рельефі сұлу Қазаншұңқырға жатады. Оған батыс жағалауындағы Тоқта тауы, шығысындағы Барлық жотасы, түстік шығысындағы Жоңғар Алатауы, сол жағындағы Мұнартқан Тарбағатай жотасы, сондай-ақ жергілікті жұрт Арал төбе атайтын ортасындағы аралдар айрықша әсер береді. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, менің атым Балжан. Мен бүгін сіздерге тамыз айында Алакөлге бару қажет пе, қажет емес пе, сол туралы айтып беремін. Біз Алматыдан Жалаңаш көлге дейін пойызбен келдік. Пойыздың бағасы шамамен 13 000 теңге болды. Қайтатын билетімізді бірден алып қойған болатынбыз, ол 9 000 теңгеге шықты. Билет бар, тамыз айында алсаңыздар билет болады екен. Одан кейін таксимен адам басына 2000 теңге таксимен көлдің басына дейін келдік. Мына Қабанбай жағында адам бар, жоқ емес, бар бір талай, бірақ жаздағы, мына шілде айындағыдай емес екен. Бізге ол тиімді болды, себебі біз өзіміздің бөлмемізді, мен сіздерге бөлменің ішін көрсетем. Сол бөлмемізді бар жоғы 6000 теңгеден тұрып жатырмыз. 6000 теңгеге алдық. Шілде айында әрине бұндай баға жоқ. Шілде айында бұл үйлер 14-15 000 теңге, 18 000 теңгеден болады бұндай бөлмелер. Көлдің жағасында да адам қатты жаз кезіндегідей қатты көп емес, бірақ бар. Кейбір демалыс үйлер жабылып қалған, кафелердің көбі жабылып қалған, 2 кафе істеп тұр. Жалпы менде сосын мынандай әңгіме болатын. Басымда, шашым арасында бөрткендер болатын да. Бөрткендер шығып бір кездер, содан сол кетпей қойды. Ол бөрткендер не суланатын, скорее всего аллергия болды деп ойлаймын да. Сол аллергия, сол ең алғашқы жылы көлге келдім ғой, сол жылдан бастап шыққан жоқ. Былтыр осы неден ковидтан кейін сол нәрсе кішкене анда-санда бір пайда болатын болды да. Сосын биыл енді міндетті түрде келейік деді. Былтыр келген жоқпыз, себебі ковид пандемия, ел адам көп болатын шығар деп келген жоқпыз. Содан кейін менде мынандай әңгіме бар болатын. Жаздың күні жүнәски киіп жүрем, себебі аяғым тоңа беретін. Ол енді осы Алакөлге келдік. Алакөлден кеткен кішкене аяғым жүнәскиімді шештім. Жаздың күні жүнәски киіп жүру деген енді былай қарасаң дико ғой. Бірақ мен соны жүнәски киіп жүретінмін, өйткені аяғым тоңа беретін. Осы Алакөлге келгеннен кейін ол да кетті. Бірақ биыл қайтадан пайда болды, себебі осы ковидтан кейін өте әлсіреп аяғым тоңа, қайтадан бұрынғы сол аяқ тоңу, аллергия деген нәрсе қайтадан пайда бола бастады да, енді. Бірақ бұрынғыдай емес, бірақ кішкене пайда болды. Сосын енді кетіп қалады деп үміттенемін. Енді шілде айында Алакөлге келе алмадық. Сосын мына жақтың батпағы тамаша ғой, қара батпағы бар, несі бар, ақ батпағы бар. Ақ батпақ бетке жағасың, қара батпақ денеге жағасың. Мен бүткіл батпақты денем бәріне жағып жүргенмін. Сөйтсем, оказывается, олай жақпайды екен. Ақ батпақ бетке жағады екен, қара батпақ денеге жағады екен. Шашым арасына алдында келгенде шашым айттым ғой, аллергия болды деп. Батпаққа барсам, бір кісі шашының арасын батпақпен жуып жатыр. Ойбай деп, ана кісіге шок болып қарап тұрсам, ол кісі жақ шашыңа жақ деп маған, мен үлкен кісі да, жақсы ол шашқа жақсаң деп. Сосын мен де шашыма жағып, одан батпаққа шомылып, шошқа болып түстік қой. Содан кейін рас, мен содан кейін кетіп қалды. Енді ары қаратай көре беріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Әлі талай жерді мен сіздерге көрсетемін. Соңғы кезде өзім travel канал деп ашып ешқайда бармай қалған ғой. Бірақ енді барам, Құдай берсе.
енді вакцинамның бәрін алып алдым, 2 вакцинамды да, спутник В-ны алдым. Бұйыртса енді смело маска тағып алып жүре беремін ғой. Міне мынау біздің бөлмеміз, шағын ғана бөлме, ағаштан жасалған. Сол мына жерде телевизоры бар, кабельный каналдармен. Ваннасы мынандай. Жап жаңа, барлығы тап-таза. Мына жерде ішінде минералды ваннаға түсіреді. Елдер осы жерге келіп ваннаға түседі. Біз Барлық Арасанға келдік. Барлық Арасаннан асқазанның суы мен көздің суын аламыз. Ең күшті сулар солар, әсіресе көздің суы. Санаторийдің өзі негізі жабылып қалған, бұзылып жатыр. Мына менің артымдағы мына жерге ваннаға түседі. Адамдар болды, одан басқа ештеңе жоқ. Қазір сіздерге көз суды көрсетем. Жан жақтың бәрі мусор шашылған, сонда күтілмеген да бұл жақ. Негізі қасиеті сондай тамаша, бірақ күтілмеген жер. Мусор шашылып жатады, адамдар қарамайды, сондай. Негізі бұл мына жерде, міне мынау тау, бұл таудың аты Барлық деп аталады. Осы Барлық тауының бөктерлерінде минералды сулар орналасқан. Міне мына жақта көздің суы, минералды су. Барлық тауы, жалпы Барлық деген сөз, ол жоңғар шапқыншылығы кезінде өзінің ерлігімен көзге түскен Барлық деген батырдың атына берілген бұл тау. Бұл жер Қытаймен шекарада орналасқан. Мен сіздерге видеодан қайтатын кезде шекараны көрсетем. Түсіріп үлгерген жоқпын оны. Негізі бұл жерді жақсылап барлық сезонға, барлық жыл мезгіліне сайғып жасауға болушы еді деп ойлаймын да. Сосын мысалы Қытай типтер, Қытайдан туристер әкеп, жолды реттеп, санаторийдің өзін реттеп, мысалы қысты күні шаңғы базасын жасап, мысалы мына жерлерге, сөйтіп жасауға болушы еді деп ойлаймын да. Енді біздің мемлекетіміз, өздеріңіз білесіздер, туризмді мүлдем қолға алмаған ел болғаннан кейін осындай жылына бір 2 ай ғана жұмыс істейтін болғасын, көп шығын көп қой. Мына жақ күшті. Қарашы. Рахат. Көзбен көргенге жетпейді. Келіңіздер. Сондықтан негізі туризмді қолға алу керек қой. Мына Мақаншыны қараңыздар. Мақаншы деген тіпті бір бомба түскенде, мен өзім ошақтың қызығымын ғой. Мақаншы бұрын, мен бала кезімдегі Мақаншы мен қазіргі Мақаншы мүлдем бөлек қой. Мақаншыға аудан орталығын беріп, өзін жеке аудан қылып шығару керек та. Сосын осы Алакөлді, Барлық Арасанды қолға алу керек. Қазір мен сіздерге Барлық Арасан санаториясының түрін көрсетем, шошып кетесіздер. Бомба түскен сияқты. Кезінде, мысалы Совет үкіметі кезінде, менің әке-шешем, аталарым осында кеп демалатын, мысалы. Бүткіл Қазақстаннан кеп демалатын. Қазір дым жоқ. Негізі дамыту керек еді. Өкінішті.
көздің суы міне осылай ағады. Тамағымыз келді. Асқазанның суының ар жағында ағаштың түбінен су ағып жатыр да. Ескі тұрып. Содан бір стақан су ішедім. Басым ауырды. Сол ненің суы болды, соны мен біле алмадым. Ана жүректің суының қасында орындық бар. Кәдімгі адам отыратын. Анау судың өзі астынан бұлақтың көзінен қайнап шығып жатыр. Ана суды білмедім қандай су. Ол да бір қасиетті су, қалай болғанда да. Қасиетті деген су. Давлениең көтеріліп әйтеуір ауруға дәрі болып тұр. Давлениең көтеріліп кеткен сияқты. Көтеріліп кеткен сияқты. Басым ауырғаннан. Тамағымыз, компотымыз. Мынау біздің екінші тамағымыз, бірінші тамағымыз. Тамақтарыңыз дәмді екен деп мақтадым поварларын. Күн жанып тұр, күн ыстық. Тамызда Алакөл деген тамылышып тұрады екен, базар жоқ. Күшті болып тұр. Жалпы Алакөл емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы арқаның қуаң даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып, жағасындағы адамға жағымды әсер береді. Көл суы да минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы медицинада дәлелденген. Біз батпаққа бара жатырмыз. Батпақ алыс, бірақ сонда да сіздерге қазір көрсетейін. Жаяу бара жатырмыз. Таксимен де баруға болады, бірақ бұл жақта такси қымбат. Мынандай магазиндер, кафелер көбі жабық. Асханалар. Мынау Үржарайым деген балаларға арналған лагер. Осы жақта осындай лагер бар. Көлдің бойында. Бір замандарда жібек жолының керуендері де көл жағасын басып өткендіктен оның суы мен ауасы ұзақ жолдан науқас меңдеген адамдардың денсаулығын құраттай қылып емдеп жіберетіндігі ерте кезден байқалған. Кеңес кезінде Алакөлде ғарышкерлер үйі жұмыс істеді. Біз әлі келе жатырмыз, әлі батпаққа жеткен жоқпыз. Батпаққа әлі алыс па? Иә. Мынау мен ба? Рахмет. Аха. 400 метр қалды деді. Ура! Жақындап қалдық. Ура! Батпаққа да келіп қалдық. Міне батпақ жер. Бұл жердің суы осындай лай болады, себебі судың астында ақ батпақтар бар. Бірақ бәрібір түсе беру керек, себебі бұл кір емес, бұл жай ғана батпақтың лайы. Қазір біз міне осы суға түсеміз. Мынау батпақ. Осындай қап-қара.
Еске салсақ, 2018 жылы ғалымдар Шығыс Қазақстан облысының 8 көлі мен 2 қайнарының суы мен батпағының құрамын физикалық химиялық қасиеттеріне зерттеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде Алакөлдің суында адамның буын аурулары, тер аурулары, қан айналымы жүйесіне тағы басқа пайдасы зор радон көрсеткіштерінің жоғары екені ғылыми түрде дәлелденген. Батпақ жинап жатыр Иманшев деген бала. Биыл жазда адам көп болғандықтан мына жерде батпақтарын бәрін ойып алып кеткен екен. Адамдар сондықтан мына жерде мына жақтың бәрі батпақтары кеуіп мына жерге әне қалыпты. Бұл жердің өзіне суды барлық арасынан әкеп құйды деп айтып жатыр. Алакөл батпағы тірек қозғалыс аппараттарының ауруы кезінде орталық және перифериялық жүйке жүйесі ауруларында, яғни радикулит, вегетоневроз, неврастения, невроз кезінде, остеохондроз, қан айналымы жеткіліксіздігі кезіндегі жүрек қан тамыры аурулары, кардиосклероз, созылмалы тромбофлебит, әйелдің жыныс ауруы, ерлер жыныс аурулары, простатит, фуникулит, визуалит, дерматоз, экзема, нейродермит ауруларына шипа береді. Мынау киім ауыстыратын жер. Су мына демалыс үйіне тіпті жақындап қалыпты. Су жылдан жылға жағаға жақындап келе жатыр екен. Демалыс үйлері міне тиіп тұр. Жыл сайын 3-4 демалыс үйі осылай судың астында қалады екен. Алакөлдің жағалауы жылдан жылға кішірейіп, судың көлемі жылдан жылға ұлғайып келе жатыр. Бұл экологияның әсері деп айтады. Менің бала кезімде мына бір ұзын тұр ғой менің артымда. Сол жерге дейін жағалау болатын, су осыдан кейін басталатын. Қазір міне қаншама жерді су басқан, жағалау аз ғана қалған. Сәлем. Біз қазір Алакөлдің арбатын таныстырамыз. Мына жерде орындықтар бар отыратын. Мына жақтарында дүкендер, кафелер, ойнайтын жерлер бар. Міне осындай Арбат, бұл орталығы болып есептеледі. Біз Арбаттан алыста тұрамыз, арнайы Арбатты түсіру үшін келдік. Тамызда демалудың артықшылықтарын айтатын болсам, ең бірінші баға арзан бұл жерде. Адам аз, суға түсетін жерлерде кең, рахат. Міне бүйтіп, спокойно ойнап жүреді балалар. Ал жаз кезінде, шілдеде мұндай жерлерде кезек күтіп тұруға тура келуші еді. Күн ыстық, жаздағыдай. Су жылы,
маған өзіме тамызда келген ұнады. Бірақ бұл елдердің айтуы бойынша тамызда күн тез құбылады деп айтады. Бірақ біз келгелі әлі ауа райы бір қалыпты болып тұр. Жел соғып, жаңбыр жауып кетсе ыңғайсыз болады деп айтады. Сол жағынан тәуекелге баруға тура келеді дейді. Жалпы қазір біздің жолымыз болды деп айтсақ болады. Айтпақшы, тағы да бір плюс жағы маса жоқ. Жерлерде адамдар отырып перекус жасайды. Әне ана жақта адамдар перекус жасап отыр. Мына жерде ойыншықтар, мороженое деген нәрселер сатып жатыр. Шілде айында бұл жер қыз-қыз қайнап тұрады. Көлдің жағасына жақындап қалдық. Адамдар көбейе бастады. Мотоциклдар, самокаттар әлі демалысқа шықпаған екен. Туған күн. Мәшинелер мыналар әлі демалысқа шықпапты. Секіретін батут сияқты дүниелер уже демалысқа кетіп қалған екен. Мына жағында тоже былайынан жүруге болады арба. Міне Ақши ауылы. Сол жақтағы жағалау. Закат тамаша болды. Адамдар суға түсіп жүр әлі де. Мына жерде колесо обозрения бар. Ана жерде айналатын бар, сырғанайтын, короче, сондайлардың бәрі бар екен. Бұрын мына жақ қысқа болады. Кейін созыпты ғой, ол жақта. Мына жақтың киім ауыстыратыны ана жаққа қарағанда жақсырақ екен. Сондары 1000 теңге, 1500 теңгеден өте қымбат екен. Айкөнай, саған ұнады ма? Шөлдейдім. Айкөнай, страшный болды ма? Қорқынышты болды ма? Жоқ. Жоқ деп қояды. Айғайлағанмен жоқ деп қояды. Иманшы, саған қорқынышты болды ма? Қорққан жоқпын деп қояды. Айғайлап. Бұл айғайлап сұрап тұрды. Бұл 500 теңге екен. Бұл немене? Мороженое ма? Попробуйте и будете сравнивать с другими мороженными. Тапсырамыз ондан да? Жарим на поводе. Ана жерде жемістерден жасайтындар, Өздеріңіз вкусыңыз қандайсыз ғой.
кусочек. Киви, клубника, банан. Казахстанда пока жоқ, осы жерде жасаймыз. Сравнивать можете с другими. Алматыда жоқ па? Алматыда жоқ, алматинскийлар бар да, 19-дан бастап зекер берді, әлі жоқ. Жектен мороженое тоже. Кореяда осындай бар, Кореяда. Кореяда, иә. Не интернетте жүреді ғой. Кореяда, апа, у них другие молоко, другие коровы, другие травы. А у нас свои. Мынандай ерекше мороженое жасайды екен мына жерде. Мынандай натуральный жемістерден осындай натуральный мороженое жасайды екен. Қанша теңге тұрады бұл? 1000 тенге. 1000 Тут теңге. фрукты дороже, чем мороженое. Қалай екен? Жақсы ма екен? Арт жақта дискотека. А?